Мектеп барлық рухани өркениеттің ошағы. Бүгінде жан-жақты дамуға жағдайлар туғызып, адамның өз бетімен білімін жетілдіруіне жағдай жасайтын, таңдау мүмкіндіктерін туғызатын, еркін және шығармашылық тұрғыда қызмет жасауға мүмкіндік беретін ошақтардың бірі Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы 48 жылдық тарихы бар Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясы. Халқымызда көп жас жасағаннан емес, көп игілікті ісі бардан сұра демекші. Ұжымды жетістікке жеткізуге дем беретін көшбасшының ықпалы зор. Бала тәрбиесіне үлкен мән беріп, жаңа жобаларға жаны құштар, қазіргі таңда педагогикалық ұжымның қолдауына ие болып жүрген бірінші санатты мектеп басшысы Сәрсекова Кенжекүл Дүйсенбекқызы. Кенжекүл Дүйсенбекқызы білім алушыларды өзінің бай тарихи тәжірибесіне сүйене отырып, еңбекке, өнер білім машықтарын, мәдени дәстүрлерін және озық әдет-ғұрпын меңгеруге баулуды өзіне мақсат етіп, халық педагогикасы элементтері арқылы білім алушылардың бойында ұлттық құндылықтарды дамыту тақырыбында шығармашылық жұмыс жасап келеді. Кенжекүл Дүйсенбекқызының ұстанымы білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды және мәдениетті қалыптастыру, өскелең ұрпақты адалдық қағидаттарына тәрбиелеу. Білім алушылар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жоғары сана мен мәдениетті дамыту, сонымен қатар ішкі парасаттылықты, адалдықты тәрбиелеу және бір-біріне деген сенімін қалыптастыру мақсатында мектепте адалдық дүкенін ұйымдастыруды қолға алды. Және мектеп қызметкерлерінің ағымдағы жылдағы бекітілген штаттық кестесі мен тарификациясы мектептің әлеуметтік желілерінде көрініс тауып отырады. Мектеп жүйесін жан-жақты дамыту көшбасшыға жүктеледі. Көшбасшы әлбетте өз саласының білгір маманы, сонымен қатар өзге де саладан хабары бар жан. Кенжекүл Дүйсенбекқызы айналасындағы адамдардың пікірімен санаса білетін, бар пікірлерден сөздің тобықтай түйінін шығара білетін жан. Білікті көшбасшымен жұмыс әрине мұғалімдер мен оқушылардың дамуына ықпал етері анық.